Қайырлы күн достар. Осы Құрбан айт мұсылмандардың қасиетті мерекелерінің бірі. Осы бүгін міне ауыл мешітіне имамға Нұрғали Бағдәулетке сұхбаттасуға келіп отырмыз. Ендігі сөз сізде, кезегіңізде. Рахмет. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алла тағала мына қасиетті Құрбан айт мерекесіне Алла тағала осы Құрбан айтты барша дүниежүзі мұсылмандарына қазақ елінде құтты берекелі қылсын. Алла тағала мына Қазақстанның жалған құрбандықтарды қабыл етіп, Алла тағала Құрбан айтты бүкіл мерекелер дүниежүзі адамдарына құтты берекелі қылсын. Құрбандық баршамыздан Алла тағала қабыл етсін. Осы Құрбан айтқа қарсы сіздерге бірер сұрақтарымыз бар еді. Жақсы, жауап беруге тырысып көрейік. Құрбан деген сөз нені білдіреді? Соны айтып берсеңіз. Құрбан деген сөз Аллаға жақындау деген мағынаны білдіреді. Құрбан сол жаңағы қан шығару арқылы Алла тағалаға жақындау ниетін, ықыласын білдіруді құрбан деп айтады. Ал құрбандық қалай шалынады, сол жайында айтып берсеңіз. Құрбандық, құрбан айт күні айт намаз оқылғаннан кейін құрбандық шалына бастайды. Құрбандықты түйе болса, түйе немесе сиырды 7 адам бірігіп шалады. Ал қой мен ешкіні 1 адам шалады. Сондықтан құрбандыққа шалатын мал өте жаңағы жақсы болу керек. Арық, ақсақ, тоқсақ, құлағының жартысы жоқ, соқыр, көтерем малдар құрбандыққа жарамайды. Құрбандық деген жаңағы Аллаға деген арнау ғой бұл. Сондықтан Алла тағалаға сендердің сойған малдарыңның еті, жүні, қаны керек емес дейді. Сендерге қан жерге тамбай жатып, сендердің ниеттерің, ықыластарың Аллаға жетеді дейді. Сондықтан құрбандықты шалатын кезде жаңағындай малды таңдап, қой мен ешкіні 1 адам шала алады, және жаңағы 7 адам бірігіп, түйе немесе жаңағы сиырды шала алады екен. Ешкінің ең кемі 1 жас болу керек, шалынатын ешкі. Қойлардың марқалар дейді, 6 айдан асқан болу керек, 6 айдан асқан және үлкен болса, ірі болса, қойдың үлкендігінде соны шалуға болады екен. Ал жаңағы сиыр мен түйенің ең кемі 1 жастан болу керек. Жақсы. Осы неге жылқы малы құрбандыққа шалынбайды? Ол жылқы малы 4 түліктің ешқайсысына жатпайды. 4 түлік мал дейді ғой. Сол құрбандыққа 4 түлік мал жарамды. Оның ішінде сиыр, түйе, қой, ешкі. Бұл жаңағы 4 түлік малдың ішінде жылқы жоқ, сондықтан жылқыны құрбандыққа шалмайтын сондықтан. Тағы бір сұрағымыз бар. Осы құрбандық малын сатып аларда саудаласып жатады ғой, сол дұрыс па? Енді шалатын адам өзі қандай мал соятынын біледі ғой. Құрбандық бұл байларға парыз, сатып алуға құрбандықты болады, сатып алып союға болады. Негізі өзінікін сойған жақсы, бірақ сатып алған ол өзінікі болады. Сондықтан сатып алып шалуға болады әрине. Сосын кейін бір тағы сұрағымыз бар. Осы қыз баласына құрбан шалуға болмайды дейді. Сол рас па? Егер қыз баласы өте бай болса, өз атынан арнап құрбандық шалса болады. Бірақ енді олар бауыздай алмайды ғой. Сондықтан өкілдік қылып біреуге бауыздатса болады. Бірақ өз ішінен дұғасын жасап тұрады. Ей Алла, осы құрбандықты менен қабыл қыл деп. Немесе ана қасапшының қолының үстіне қолын қоюға қойып пышақ тартуға болады. Осы құрбанға шалынған малдың терісін сатуға болады ма? Құрбандыққа шалынған малдың терісін садақа қылып берген жақсы. Сатпай, оның саудасын, ақшасын пайдаланбай, садақа қылып берген жақсырақ болады. Осы жаңа құрбандыққа мал алып соймай, орнына жаңа малдың құнын ақшалай садақа ретінде. Ол құрбандыққа жатпайды, ол нәрсе құрбандыққа жатпайды. Ол тек қана садақа болады. Құрбандық деген сөз жаңа қан шығару. Қой болсын, жаңағы ешкі болсын, сиыр болсын, түйе болсын, соның қанын шығарып, соны Аллаға арнау. Ол жаңағы оның несін жаңағы 3-ке бөлген асал дейді. Бірінші жаңағы сойған, шалған құрбандықтың бірінші бөлігін пісіріп, туған туыс көрші құланға, екінші бөлігін жоқ-жұқаларға тарату керек, үшінші бөлігін үйге қалдырады екен. Немесе құрбандықты сол шалған құрбандықты түгелдей таратып жіберуге де болады, немесе түгелдей өзіне қалдыруға да болады. Осы 3 нұсқасы да дұрыс есептеледі екен. Осы құрбандыққа міндетті түрде адам өзі шалу керек, әлде жаңа біреуге өкілдік ретінде беруге болады ма? Әркім шалатын құрбандық тек жаңағы шалу тек қана байларға ғана уәжіп болады, байларға ғана. Ал жағдайы жоқ адамдар сатып алып қарызданып шалуына
рұқсат етілмеген. Сондықтан құрбандықтан шалатын кезде біреуге өкілдік ете алмайды. Әркім өз атынан шалады екен. Сен менің атымнан шала сал деген ол құрбандыққа жатпайды екен. Қазір онлайн бар, бірақ жаңағы ақшасын береді, сосын сіздің атыңыздан шалады құрбандықты. Онлайн ғой қазір жаңағы неге байланысты да. Сонда судың бүкілін көрсетеді сізге, содан кейін сізге есептеледі сол құрбандық. Ол бұл жағдайға байланысты қазір жаңағы өкілдік жасап жатыр солай. Өз салғанда болады, немесе жаңағы ақшасын беріп онлайн шалғызуға да болады. Осы сұрағыңыз, құрбан айтқа қарсы сұрақтарының жауабын алып отырмыз. Сізге де үлкен рахмет. Сізге де рахмет. Құрбандықтарыңыз шалысып жатсаңыздар қабыл болсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Алла тағала елімізді, жерімізді, халқымызды әртүрлі індеттен, мына жұқпалы індеттен, ашаршылықтан, қуаңшылықтан халқымызды аман етсін деп дұғалап алайық. Бүгін қасиетті жұманың дұғаның қабыл болатын күн екен. Рахмет сіздерге. Барлықтарыңызға үлкен рахмет. Осы мен құрбан айтқа қарсы сұрағымыздың жауабын алдық. Үлкен құрбан айтымыз қабыл болсын. Барлықтарыңызға үлкен рахмет.